уыз сүт. Қазір шамалы тұз қосып, дәмін келтіріп, уыз жасаймыз. Тұзын әбден ерітіп алуымыз керек. Осы жолы уызды тары қосып жасайын деп тұрмын. Бұл Ақтөбеден арнайы тапсырыспен алынған ерекше дәмді тары. Сапасы да өте жоғары. Керемет енді. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Ыңғайлы ыдысқа құйып алдым осындай. Қақпағын жауып, судың ішіне қоямыз. Қарап жіберейік. Уыз дайын болды. Тарының иісі аңқып, керемет тамаша болып шығып жатыр. Су қайнағаннан кейін 20 минуттың көлемінде дайын болған берекелі ас. Ауылдың дайын болған ақ дәмі. Өте дәмді болып шықты. Тары қосылған уыз. Мінекей.